Сироталлазина ан'амта алейхим гойрил мағдуби алейхим валаддалин. Өте қысқартып айтып кетейінші. Бір уақыт болғанда тағы да айтып берермін жалғасын. Адасқандардың және ашуға қалғандардың, Алланың ашуына қалғандардың жолын емес, сенің өзің риза болып нығмет бергендердің жолын бер деді. Жоғарыда айттым ғой, Абай атамыздың теңеуі бар. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деді. Білесіз ба? Ислам деген сөздің мағынасы, бойсыну деген сөз. Бойсыну, бағыну. Мұсылман деген сөздің мағынасы бағынушы деген сөзді береді. Ондай болса, егер ақылмен қарасаңыз, бұл дүниеде барлық нәрсе бағынады. Бір белгілі бір ереже бар бұл дүниеде. Сол ережеге бәрі бағынады. Қараңызшы, күн өзінің белгілі бір уақытымен шығады, белгілі бір уақытымен батады. Ай өзінің траекториясынан қылдай да шықпайды. Қай жұлдызды айтыңыз. Жаныңызда өсіп тұрған ағашты айтыңызшы. Өзінің уақыты берілген, сол кезде гүлдеп көктейді. Өзінің уақыты берілген, сол кезде солады. Бұл барлық дүние белгілі бір ережеге бағынады. Ондай болса біліңіз, бұл дүниенің барлығы Аллаға бағынады. Оның бәрі мұсылман. Адамның өзі мұсылман, өзі кәпір болса да, Құдайға сенбесе де, ол мұсылман. Неге? Өйткені осы дүниенің заңымен жүреді. Құлағымен естеді, көзімен көреді, аяғымен жүреді, қолыменен ұстайды. Бір адам қарсылық қыла алмайды. Ей Құдай, сен мені көзімен көретін қылдың, мен көзіммен емес, құлағыммен көрем дей алмайды ешкім. Бір адам да қарсы шыға алмайды. Бірақ адамға ақыл берді, сөйтіп сынақ берді. Егер адам сол ақылыменен Құдайын тапса, өзінің орнын табады. Іші де, сырты да бүкіл әлемге тең болады. Ал егер Құдайын танымаса ол адам, ол тіпті өзін танымаған, өзінен адасып жүрген адам болады. Сол үшін ол далада жатқан кірпіш болады. Айтатын сөз әлбетте көп. Алланың бұл аяттары әрқайсысына жекелеп, әрқайсысына пайғамбардың сөзін, Құранның аяттарын келтіріп тоқтасаңыз, үлкен байлықтар жатыр, бауырлар. Бірақ уақыттың тарлығынан, мына дүниенің осыншалықты тездігінен бір ғана қолымызды көтеріп айтатынымыз: я Аллахым, бізді тура жолыңа салып, өзің нығмет қылған, өзің нығметіңе бөлегендердің жолына сал, адастырғандардың, өзіңнің ашуыңа қалғандардың жолынан алып қал бізді дейміз. Я Аллахым, бізді өзіңнің тура жолынан адастырма, жүрегімізге сабырлық, жүрегімізге имандылық бер, бізді бізден қалған ұрпақты намазхан адамдардан қыла көр. Раббым, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер. Ел басымызға, дін басымызға жақсылық бер. Жанына жақсыларды жолдас ет, жамандарды жанынан қашық ет. Я Аллахым, кімде-кім елімізге, жерімізге, исламға, мұсылманға қандай да бір жамандық ойласа, сол жамандығын өз басына салғайсын. Және бізді одан аман есен алып қалғайсын. Я Аллахым, қол жайып отырғандардың бәрінің, үлкен де кіші де күнәләрінің бәрін кешіргейсін. Я Аллахым, қандай да күнә жасасақ, біз саған қарсылығымыздан, кәпірлігімізден, сені танымағандығымыздан емес, өзіміздің надандығымыздан, өзімізге залымдығымыздан жасадық. Я Аллахым, бүкіл барлық біліп білмеген, бізге берген, ата-анамызға берген, енді беретін барлық нығметіңе шүкір еттік. Я Аллахым, қандай да бір өзімізде, ағайын туыстарымызда дерт сырқат науқас болса, соларға шипа бергейсін. Дүниеден өткен мұсылмандар болса, осы қол жайып отырған адамдардың бәрінің жақындары, мұсылмандарды өзің жарылқағайсың. Жатқан жерлерін жайлы қыл, топырақтарын торқа қыл. Жандарына иманын серік қыл. Басында қиыншылық көріп жатқандары болса, сол қиыншылықтарына жеңілдік бер. Я Раббым Алла, мойындарымызда қандай да бір аманат, қиыншылық, қарыз құрыздар, алашақ берешектеріміз болса, солардан құтылуды жеңілеткейсін. Дүниелік, ақыреттік қандай да тілектеріміз болса,
соларды қабыл еткейсін. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин фил ауалин, ва салли аля сайдина Мухаммадин фил ахирин, ва салли аля сайдина Мухаммадин фил малал а'ла иля яумиддин, ва саллим таслиман катира адада ма ахата бихи илмук, ва хатта бихи қаламук, ва ахсаху китабук, варда Аллахумма ан саадатина Аби Бакрин ва Умар ва Уthman ва Али, ва ани сахабати ва ани таби'ин ва таби'ихим би ихсанин иля яумиддин, bi rahmatike ya arhamar rahimin.